Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында балмұздақ жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Дүкеннен сатып алғаннан да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен барлық ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Сүтімізге 33%-дық табиғи кілегейімізді қосамыз, және де өте сапалы қойылтылған сүт, яғни сгущенкамызды қосамыз. Қантымызды және де ванильді қант немесе ванилин қосып, барлығын блендермен езіп араластырамыз. Блендермен 10-15 минуттай араластырамыз. Осындай көпіршікті масса пайда бола бастайды. Балмұздақ үшін бұл өте маңызды. Осындай көпіршікті масса пайда болуы қажет. Он 15 минут араластырып алғаннан кейін бізде осындай масса пайда болады. Бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Жарты сағаттан кейін пищевая пленкамызды ашып, осы массамызды венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Ақырындап араластырамыз. Көбігі сұйық массамен араласу қажет, және қайтадан жарты сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Бұл процесті, яғни қайтадан жарты сағатқа салып, қайтадан араластыру процесін 4-5 рет жасайтын боламыз. Төрт-бес рет әрбір жарты сағат сайын араластырған массамызды ең соңында осындай менде мороженыйдың босаған ыдысы бар, соған салып қатыратын боламын. Сіз өзіңізге ыңғайлы ыдысқа қатырсаңыз болады. Барлығын толықтай құйып шығамыз және бір түнге мұздатқышқа балмұздағымыз бір түн тұрды. Мен жартысын салып қойған болатынмын. Бұл өте дәмді болып шығады. Дәл дүкендікінен тіпті одан азып кетеді десем артық айтқандығым емес. Шынымен де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе қазір жазғы маусым келе жатыр алдымызда. Осы балмұздақтарды балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Бетін осындай түрлі дүниелермен әсемдесеңіз болады. Мен де шоколадпен әсемдедім, және де мороженыйға арналған таяқшаларды салған болатын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер шығатын болады. Қош сау болыңыздар.